Сәлем, көрермендерім. Әсемгүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем, Батыс Қазақстаннан тұрамын. Бүгінгі түсірілімде сіздерге жағымсыз ненің бірі дейсіз ғой. Жаңағы сиырдың тезегінен қалай таңқыш жасауға болатынын көрсетемін. Алдыраңыздар, міне қарап тұрсаңыздар, өте әдемі болып тұрған сиырдың тезегі. Бұны өзім ойынша ұнатпаймын, бір амал жоқта бұл пайдалы нәрсе боласын. Қолдануға тура келейін деп тұр. Себебі қияларым қанша дегенмен жасыл несін жоғалтып бара жатыр, яғни уже азот жетіспейді деген сөз. Сол себепті мен онысымен тыңайтқышты қолдануға тура келіп тұр. Ең бірінші бұл тыңайтқышты нені қандай қолдану керек? Сіздерде егер көң болса, көңді де қолдануға болады, немесе міне қарап тұрсаңыздар, кәдімгі сиырдың ең жаңағы свежий дейді ғой, сыра шыққан бойда алған жаңағы тезегі. Бұл жерде менде бұл 2-3 күн ғана болған нәрсе, 2-3 күн ғана тұрған тезек. Себебі деген оны көп не істеген жоқпын. Яғни бұл әбден ашу керек. Ашмаса бұның несі жаңағы дейді, пайдалы нелер шықпайды. Сол себептен ашыту керек. Енді бұл жерде мен 2-3 күн тұрған өзіне міне кішкене уже көріп тұрсаңыздар, көпіріп ашып тұр. Яғни бұл дайын болып қалды деген сөз. Мен енді көп күтпей бұны жаңағы су қазіргі кезде қиярды суарып жатырмын. Соған мен және қолданамын. Бұл жерде мен тезектің бір сиырдың тезегі, яғни тәйті шығарған тезекті салып, 10-15 литрдей шелекке су құйып қойдым. Енді бұны мен тек шамалы ғана саламын да суға, сонымен ағызып тастаймын. Сіздерге көрсететін боламын. Бұл ең бірінші неге пайдалы? Бұны жаңағы мысалы қиярларымыз шығып жатыр, сары болып тұр. Соны өсіру мақсатында жаңағы жапырағын үлкейтіп, одан әрі күшін көп болу мақсатында қолданамын. Және де қиярларымыздың шығуына да жақсы әсер етеді. Кішкене бұны сіздер 10 күн тұрғызсаңыздар өте жақсы болады. Себебі бізде күн ыстық болғандықтан осы 2-3 күнде дайын болып тұр. Және де мен түбіне қимай, мысалы су ағып жатыр ғой қазіргі кезде. Сол суға ағызып жіберейін деп тұрмын. Ол үшін қалай істейміз? Ең бірінші иісі деген енді иісі жаман. Аламыз осылай. Қолдарыңызға қанша деймін, перчатка бірдеме кие алмасаңыздар, тек осылай қиясыздар. Яғни сумен ағызып, иісі деген енді сиырдың етін жеген сөтін ішкен жақсы көреміз ау. Мына несі де пайдалы болса да жаман өз иісі. Осылай тек сумен ағызып жіберіп, міне қарап тұрсаңыздар, кішкене ағып отырмасам. Бұл қайта иісі жақсы болып тұрғаны, егер 10 күн, 15 күн тұрса, мүмкін маскасыз отыра алмайсыз. Қазір жапырақтан текпет, жапырақтаны барынша тегізбеуге тырысу керек. Міне қарап тұрсаңыздар, ағызып жіберіп жатырмын. Жапырақтан тессе күйіп кетеді. Сол себепті көрдіңіздер сумен ағып жатыр. Яғни осылай тамырларына келетін нәрсесін, даже мынау азда болып қалады, мен кішкене тағы қиын-қырайын. Өзім онша ұнатпаймын бұны, негізі. Шөппен істеген жақсы. Бұл да бірақ сиырлар пайдалы нәрсе, өрістен пайдалы нәрселер жейді ғой. Оны дұрыс ыдыс алу керек. Пайдалы нәрселер жейді, сол себепті бұның жаңағы өте пайдалы, өте көп несі. Ыдыс лақтырып тастайын, қазір басқа ыдыс алайын. Мен қарап тұрсаңыздар, күні өте ыстық, енді кешке суара алмаймын. Кешке напыр болмай қалады суымызда. Сол себепті мен күндіз осылай. Негізі кез келген қияр болсын, не болсын, барлығын кешке суарған жақсы. Бірақ мен кешкі таман бізде напыр болмай қалатықтан күндіз суарып алмаса болмайды. Сол себепті осылай мен күндіз уақытта суарып аламын. Яғни жай жіберіп қоямын напорды. Яғни шлангын бойымен ысып осылай барады. Мен көріп тұрсыздар ғой, жайлап барып жатыр. Мына қиярларды мен бер жақ қиярларды уже байлаған жоқпын. Себебі ар жақ болса негізі менде бұларды байлауым керек, көріп тұрсыздар ғой. Оның алаш жоқ болып тұр. Сол себепті байлай алмай тұрмын. Напорды кішкене ашын қыраған жақсы екен. Қазір напорды ашын қырайын.
Көбісі айтады қалай ұзартуға болады деп. Бұл жерде қиярдың жаңағы ауырмаса өзі ұзартығын былай осылай істеуге болады. Жаңағыдай 10 күн сайын мысалы сиырдың тезегін немесе шөптің тезегін қолданамыз. Және де 10 күн сайын кәдімгі күл бар ғой иісіне. Кәдімгі жаңағы күлді 10 күн сайын яғни осылай сумен жеп тұрамыз. Ауруларға қарамағысы осы бұл жерден сода туралы естігем. Сода туралы да соны сіздерге бірге көрсетіп көретін боламын, жасап көретін боламын. Қиярдың көже ұзақтығына байланысты. Яғни мысалы жапырақты, мысалы қазір сіздерге көрсейін, қиярlarым жайлап болса майысып бастап жатса, мен қазір сіздерге көрсейін. Міне қарап тұрсаңыздар, бұл жыларға азот жетіспейді деген сөз. Сол себепті мен көріп тұрсаңыздар, мен тезекпен бастап жайлап суарып жатырмын. Мына жерлерді қарасаңыздар, жайлап мықты болмаса да жайлап майысып жатыр. Сол себепті азотпен суаруым керек. Осылай барлығына суарып шығамын. Мысалы қарап тұрсаңыздар, сумен ағып болды. Енді мен келесіне жіберемін. Мына жерге келесіне сөйтіп қазір зонтикпен жүргесі ып-ыңғайсыз. Мен мынандай атып салдым енді. Міне осылай алып мына жерге мына жерден бүйтіп қоймаса қиярымызға тиіп кетіп жүрер. Міне көрдіңіздер ма? Осылай тек иісі әлемет енді, әлемет. Иісі мүмкін емес енді шыдауға. 10 күн тұрса ол тіпті қасынан мынандай спокойно сөйлесіп тұра алмайсыз. Бұдан да жаман болады. Сол себепті мен осы 3 күнде ғана қолданып жатырмын. Бұл неге сиырдың тезегін пайдаланады? Неге аттың тезегін пайдаланады? Себебі сиыр кез келген, мысалы біз шөпті жұламыз ғой, пайдалыға мысалы сиырдың тезегі кәдімгі арам шөптерден салану пайдасы қанша демен көбірек. Себебі сиыр кез келген шөпті жемейді. Яғни ол өзіне керекті, пайдалы болады деген шөпті ғана жейді. Сол себептен көбінесе осы сиырдың тезегін пайдалануға кеңес береді. Біз үйде тегін болғандықтан бізде көршілердің барлығы сиырдың, біздің үй жақта көбісіне сиыр жоқ. Сол себепті біздің сиыр жаңа нәрсесін шығарған кезде барлығы сиырдың тезегін алып алады. Яғни біздің сиырларымыз біз тек бізге ғана емес, барлық көршілердің бәріне пайдасын тигізіп жатыр. Солай, сіздерге ұнатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздер де осылай қолданасыздар ма, жауап жазыңыздар, сау болыңыздар. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.